Merhaba arkadaşlar, sizlerмен бірге мен Айдос. Мен қазір Сим қыз өренжі юрдына, яғни қазақша айтқан кезде Сим қыздар студент жатақханасына барып жатырмын. Ол жаққа барып, ішін бәрін видео обзор жасайтын боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен қазір Шанхайда тұрмын. Міне қасында метро станциясы. Біздің Юксилиш, Егеюртта тұратын студенттер кезінде осы Шанхая станциясынан түсіп, ары қарай жаяу баратын жақын. Енді соның қасында, міне дәл қасында остановка. Біз осы жерден 465 деген автобусға мінеміз. Общежитияға барар кезде де, общежитиядан келетін кезде де осы остановкадан түсіп қаламыз. Себебі общежитиядан шыққан кезде 465 автобусы Эшрепаша көшесімен келіп, мына жаққа қонақ арқылы айналып осы Шанхайға келеді. Сөйтіп, мына Осман Паша бульварынан қайттан шығып кетеді общежитияға қарай. Онда қазір біз 465-ті күтейік. Қазір бізде сағат 2-ден 20 кетті. Қазір көрейік қанша уақытта общежития жаққа қарай жетеміз. Сағат қазір 2-ден 54 кетті. Біз 35 минутта келіппіз мына жерге. Қасында мынандай больница бар. Осы жерден түсіп қаласыздар. Мына біз түсіп қалған жер. Мына жерден оңға сразу кетіп барсақ та болады. Осы тіке жүріп, сосын барып оңға бұрылсақ болады. Арасын 4 минут деп көрсетіп тұр жаяуға. Так, жол жөнекей не бар, не жоқ, соларды көрсетіп өтейін. Мына жерде кішігірім супермаркет сияқты киім-кешектер. Сосын біз түскен жерде тура магазин болды. Одан кейін қасында шаштараз болды. Сол жақ бетте Шок магазині бар екен. Шок магазин білесіздер, ол Түркиядағы ең арзан магазиндердің бірі. Осы жерден жол жөнекей заттарыңызды алып кетсеңіздер болады. дроп 40. Содан бұрыламыз оңға. Тура алдымызда анау тұр Сим юрды, қыз өренжі юрды деп тұр. Лахмаджун деген кафе бар екен оң жақ бетте. Мына жерде кішігірім тағы бір магазин бар. Ет сататын магазин бар екен, ол да керек нәрсе. Мына жақта тағы кафе, шорба сатады дейді. Мұнан ары қарай кетсеңіз, біраз нәрсе бар сияқты негізі. Көшесі кең, жақсы. И остановкадан алыс емес. Мына міне біз келдік общежитияға. Бізден ар жақта оң жақ бетте сразу кофе ішетін, демалатын жер. Осы жерде отырып студенттер демалады. И ең керегі мына жерде студенттер өздері продукты әкеліп тамақ істесе болады. Ол өте жақсы. Ал мына жерде бізде стиральная машина, киім жуасыз, мына жақта үтіктейсіз. И бұның бәрі стиральная машина қолдану бағаның ішіне кіреді. Ешқандай ақша төлемейсіз. Енді комнаталарды көрсетейін. Мына кіреберіс. Бұл жерде көбінесе әйелдер жұмыс жасайды. Лифт бар. 6 этажды здание, соның ішіне лифтпен көтеріле бересіз. 4 адамдық номерлер, ол іші мынандай. Ішінде Wi-Fi бар. Өздерінің холодильниктері бар. Бана әкелген продуктыны ішіне қойып қолдана бересіз. Шкафтар. Бір жақ жері бұның ішінде суға, светке, интернетке еш нәрсе ақша төлемейсіз. Бәрі банағы стоимостың ішіне кіреді. Туалеті, душа ішінде. Ал егер шығып астына қарай баратын болсақ, ең бірінші көзге түсетін ол спорт салоны.
Бұл бізде оқушылардың сабаққа дайындалатын оқитын бөлмелері. Осы жерде компьютерді қолданатын болсаңыз, компьютерлерде істеп тұр, интернеті бар. Тағы демалатын жер. Мынау кухнялары. Достар, осы кафеден завтрак пен ужин кіреді ішіне. Ол өте жақсы, себебі алдыңғы видеоларда студенттердің расходы деген видео түсіріп едік. Сол кезде біз айтқанбыз, студенттердің көп шығыны тамаққа кетеді деп. Ал мына жерде ужин кіреді екен. Обед тамағын егер сырттан жемеймін, өзім жеймін десеңіз, бана төбеде көрсеткен жерде обедті өздеріңіз істеп жесеңіздер де болады. Далада отырып шай ішкен жақсы көретін студенттерге сыртта осындай екі тапшан бар екен. Достар, менің көп таныстарым, туысқандарым осыға Турцияға келгілер деп жүр. Солардың бірінші қоятын сұрағы: общежитияда тұрған жақсы ма, или квартирада тұрған жақсы ма деп соны сұрайды. Мен осы орайда сол туралы айтып кетсем, егер қастарыңызда таныс болатын болса, квартира таба алсаңыздар, әрине ол арзанырақ шығады сіздерге. Бірақ менің советім бірінші жылы общежитияда тұрған жақсы. Себебі квартира табу бұл жақта оңай емес. Қазір мысалы менің қасымда Бауыржан досым келді. Қазір уже бір ай ма болды іздеп жатқанымызға. Квартира таппай жатырмыз. Квартира табу оңай емес. Көбісі студенттерге бергісі келмейді, иностранецтерге бергісі келмейді. Сол үшін квартира табу қиын. Тем более сіз тіл білмейсіз, бірінші рет келген кезде лучше общежитияда тұрған жақсы. Қастарыңызда студенттер, адаптацияға да ол оңай болады. Квартира тұрсаңыз жалғыз өзіңіз, сәл адаптация жағынан қиын болуы мүмкін. Ал общежитияда студенттік өмір, қастарыңызда достарыңыз, группаластарыңыз бірге сабақ оқып, сол жағынан өте сізге жақсы тиімді болады. Сол үшін мен бірінші жылы хотя бы общежития тұрғанға совет беретін едім. Ары қарай сіз түркше үйренгеннен кейін, қаланы жақсы білгеннен кейін, қастарыңызға көршілес, өздеріңіздің достарыңызды тауып, сонымен бірге квартираға шығып кетсеңіздер болады. Бірақ бірінші жылы менің ойымша общежития жақсы. Достар емес, қыздар деп айтайыншы. Қыздар, общежития осы сағат 2:30-ға дейін рұқсат береді екен. 2:30-нан кейін уже кіре алмайсыздар. Маған ұнап тұрғаны бұл жерде завтрак пен ужин кіреді. Сол, потому что мен білемін да, көп шығын тамаққа кетеді. Тамақ сәл қымбаттау шығады да. Таптым, арзан жер таптым дегеннің өзінде 50 лира, яғни қанша 1500 теңгедей кетіп қалады тамаққа. Тек бір тамақ. Сіз обедті, ужинді сырттан ішетін болсаңыз, күніге 3000 теңгедей расход кетіп отырады. Ал мына жерде ужин ішіне кіреді. Обедті қыздар негізі көп тамақ жей бермейді ғой. Обедті, завтракты плотно ішіп алса, в принципе, обед ішпесе де болады. Сөйтіп ужин іше салады. Бағана ішіне бәрі кіреді, анау кіреді деп жатырмын ғой, бағасының ішіне. Ал бағасы қанша деген сұрақтар туындаған шығар. Ол бағасы қазір бұлар точнысын айта алмай жатыр. Оны енді Global Students'ке хабарласып, солардан білесіздер бағасы қанша. Ендеше достар, келесі кездескенше сау болыңыздар, біздің видеоны күтіңіздер.